Hoş geldiniz. Hani. Kırdı. Кіндігімнің жасқанып тамған жерім ауылым шабытымның Негізі суретшімін. Мектеп бітіргеннен сурет айналасым бәрі да неде. Домбыраға да өстіп көрді, домбыраны үйрендім. Домбыраны жасау керек болды. Домбыраны жасап, содан күйлер жаздым, әндер жаздым, өлеңдер жаздым, сөйтіп жүрген кезде бізге ана күйлерді шығару үшін келінім қобыз тартады еді, қобыз жоқ. Темірге бардық, шұбарға бардық бізде. Айналады. Қобыз табылады. Сосын жасап көрейді, осы мына пример қобыз жасап алып, шығыптар өсіп керек болды, музыка аспабын жасауға керек болды. Сол ағашты шауып қаша бардым, домбырамен қобызды жасап алдым деп, өйстіп жасап алған мезіміз бар. Несін, жиде ағашы тұтас. Мен шауып жасадым, міне бәрін ойып, міне көрдіңіздер ғой, міне іші әлі біткен жоқ. Мына қашағанды қуы дейтін асауға қуатын бір картина бар ма? Кембайт деген, соның картинасы сурет салып. Ахмет Жұбан Ленинградты оқып келгеннен кейін осы домбыраны қолға алып, мойнын созып, 19 перне қылып, дүниежүзінің кез келген инструментіне қосылатын қылып, осылай бекітіп жасайды. Дәрісінде аталды аңыз адам ұмытпасын ұрпағы дауыл ағам. Домбырамен қобыз асқақтатқан Ахмет Жұбан нағыз бабаң осы. Мынау жаңа жолға жүргенде, неге жүргенде дейді ғой, қазір поход дейді қазір. Бұрын ары бері жүрген кезде мынау жиналмалы домбыра. Менің суретші болғанымда осы іштей қалады. Отырғыз барды, жазылса, сурет салдыра береді, мынаны сал деп, былай сал деп. Осым, сонымен әуестеп кеттім. Алып сапар шеккенде сағындырған ауылым көк торғындай көп. Домбыра әкеле бастады өскен. Үйде ешкім домбыра тартпайды. Мен домбыра үйрене алмадым деді. Сендер домбыра үйрене алмадым. Көршіміз тартады дейді. Оның баласы бар құрдасымен, Мақсат деген. Сол үйретті домбыра. Мен алып кеткеннен кейін менің қарындастарым, інілерім бәрі тартып кетті. 10-біз. Қазір 4 інім бар. 4 келін, 5 қарындасым бар, 5 күй болады. Бұл жерден жер алып әкеміз. Осы үйді салды, сол 8 оқып. 8-9 оны. Әрі қазақтың несі бар ғой, көз тимейді. Бірақ қорғап жатсын, күзетіп жатсын деп, әр жағына бірін, бер жағына бірін сап, содан осылай қалды. Мұны негізі мен жұмыс орным ғой, Кеңгияқ мұнайгаз басқармасының орталығы. 3 жыл істейміз. Мен мынау осы мұнай саласында жүргеніме 1980 жылы әрмеден келгеннен кейін Кеңгияқ ол кезде Ақтөбе мұнай бірлестігі болды. Начальник Патрикеев дейтін осында жұмысқа кірдім әрмеден келгеннен кейін. Содан бері осы мұнай саласында қызмет етіп жатырмын. Биыл 40 жылдан кетті істегеніме. Осы салада істеп жатырмын әлі. Енді жақында құдай қаласа бір 3 ай қалды пенсияға шығуыма. Үңгіду басқармасында менің інілерім істейді, балам істейді, қарындастарым істейді. Тербетіп жүректің асыл сезім, ән болып шалқидау көңіліміз. Тербетіп жүректі асыл сезім, ән болып шалқидау көңіліміз. Ежелден құт қонған жерім көлең, жерлерім құлпыртқан терін төген. Алыстан аңсатқан аяулымдай, қол бұлғап шақырат